Қойшы. Енді? Ой, опять? Ё-моё, осындай сюрприздер шаршамайсыңдар. Ақпат, жүрші. Все, болды, түсінікті. Шешеміз енді істейміз. Аха, бір 10 минуттан кейін бастау керек уже. Давай, жақсы сөйлесіп өлейін мен. Короче, Ақпат, форс-мажор болатыр. Не oldu? Актриса қыз ойнамайтын болды. Енді әйел адамның рөліне ешкім жоқ. бір өзек те табады. Толып тұрып қой. Кім? Азамат айтып ма саған? Түсініп тұрмын ғой енді. Түсірмей қаламыз ба не? Жоқ, Азамат ағайын туысқан бала шаға білесің ғой. YouTube-тың алғашқы жобамыз, бірінші выпуск. Құтқаршы бізді. Концерттегі сол әйелдің рөлі көрермен жаттап алып, дәл сол көріністерді тек YouTube-қа көрсетейін деп тұрып қой. Бір выпуск тек қана, бір выпуск. Қалған көріністерді тек жігіт болып ойнай бересің. Пожалуйста, Ақпат. Екі актердің гонорары ғой енді. Азамат осындай гонорар мен өтір қызықтырмай қойшы мен. Айттым ғой өткенде. Ақпат, қайда баратсың? Алмайын да парик. Диля, парик қайда? Все, болды, команда, дайындаламыз. Келесі сахна, үшінші. Арман! Так, уважаемая группа, третью сцену снимаем. По гриму, пока что мы готовим. Ақболатты киіндіреміз, Ақболат. Как лечить грыжа в домашних условиях? Лечение грыжи в домашних условиях обычно ограничивается мерами. Эй, подожди. Как лечить тим в домашних условиях грыжа дим? Ал, дейді тіпті шақ-шақ еткісі маған. Хорошо, я поняла. Буду говорить более четко и спокойно. Все, ладно, не надо, жена пришла, потом буду спрашивать. Пока. Хорошо, без проблем. Если что-то понадобится, обращайтесь. Зет? Тағы ішіп алғансың ба? Қосым сен? Ішкен жоқ? Қойшеш, ұят емес па күнде? Ой, мас емеспін, өзің дұрыс па сенің? Ішкен адам ішкенін мойындамайды ғой осылай емес. Ал я маспын. Қойшей, ішсең сразу білем ғой, бірден не апсапсың бүгін? Сен... Неме сенің ойың осы мені бұзу ма? Ішсең дейсің, ішпесең ішпедің дейсің. Ішкен күніне өйстіп дейіспейсің маған? Ішкен күні түйісу қайда саған, қойшы? Көрмедің ба рисковать етіп? Қайдан кетсің арқаланып байын қу жібердің бе? Базардан келатырмын. Қырғын заттар алдым, жазғы киімдер. Осы сен бар ғой, миың бар ғой, мезгілге қарсы жүре ме? Алдың деген қыс емес пе? Қыста жаздың киімдері арзан болмай ма? Жазда қыстың киімдері. Мен сен жазды алдым осы де? Иә. Онда сен неге қымбатқа шықтың? Қымбат заттар өзінің бағасын жоғалтпайды. Оны түсініп тұрмын ғой, сен неге қымбатқа шықтың деймін маған. Қойшы, адам настроениесін түсіре бермей, күшті жаңалық айтайын деп отырсам. Не жаңалық? Әжең босанды ма? Қойшы, қайдан жоқты айтпай, 80-ге келген әже қайдан босанады? 80-ге келсе тиктокта стримде наказание ойнап отқан кейін бірден бәрін күтуге болады қазір. Қойшы, айта берейінші әңгімемді. Не бар екен базарда? Жазғы киімдер алып келатырмын деп айтып отқан жоқпын ба жаңа? Оны не істейсің деп сұрап тұрған жоқпын ба сен? Не? Айтпақшы, кеше деген коридорда өтіп бара жатқанда, ана келін бала мен біздің бала сөйлесіп жатыр да. Так. Естіп қалдым, екеуміз жыл жаққа ұшырайын деп жатыр. Қосым, жыл жаққа ұшатын не, аққусың ба? Сені білмеймін, өз басым аққумын. Аққумын деп ұшып жатқан кезде охотниктер атап алмасын? Қазақтар аққуды атпайды. Аққуды атпайды ғой, сені просто қазбен жадастыруы мүмкін да? Қатымай отыршы. Күшті настроениемен отқан кезде. Ал точно біз бе екен әйтеуір? Точно біз деймін, айтып отырдық енді, баламыз айтып отырдық, папама маманы жібереміз деп. Біздің бала ма? Біздің бала, иә. Сен білесің бе, біздің бала ана жақта да папа мама дейтін, құда қойды. Аттарымызды жазып жатыр деймін, сенің, менің путевкаға. Просто өтіп бара жатып, ничейін естіп қалмаған сияқтысың ғой. Сен сол жерде отырып, ақылдасып, точкасын қойып келген сияқтысың ғой. Еще қайыққа баратынымызда білетін шығарсың. Жобалайым. Давай айт ал, қай жақ екен? Айта берейін бе, сюрприз болсын ба? Нені? Дубайға баратынымызды. Давай онда мен тауып көрейін қайда баратынымызды. Ал тауып көр ал. Так. Ташкент. Выше бери. Турция? Выше. Египет? Выше деймін, выше. Кетейші. Выше деп сен мен ана өмірге алып баратқан жоқсың ба? Қойшы, қай жағы жоқ етпей. Ал жақсы, айтшы ал, қай жақ ал? Дубай. Дубай?
Ё-моё, онда срочно мақанға звондау керек болды ғой. неғып? Мама, я в Дубай, мама, я в Дубай деп ойлай айтпайын ба? Онда дұрыс бірдеңелер киіп бару керек болды, бірдеңе алдың ба? Алдым ғой бірдеңелер, мынаның бәрін соны қазір көрсетейін саған. Менікіден бастап көрсетші давай әкел. Сен өзің походу келтіріп аласың ғой. Ойба, белім жазылып кетті ма бірдеңе? Ойба, белім. Кел. Саған деген. Мынандай саған шорты алдым, қарашы. Мына шортың қысқа емес пе? Жазғыға. Жоқ, размері деймін. Енді суға киетін емес пе енді сондай? Сондай ма? Суға түскенде. Сосын не алдың? Мынандай рубашка алдым саған, киіп ба? Мынау мықты екен. Әкел басында әкел. Шляпымен жүрмейсің ба? Рубашкаң күшті екен. Киіп көрші ана шортыйды. Осымен бәрі қарап отқан жоқ па? Кім қарап отыр дейді? Кешеш осы жерде менен үй алып отырсың ба? Ютубтан көріп отқан жоқ па бәрі? Киініп отпаймын ғой мына жерде. Ана жаққа барғасын киінерсің қазір. Мынандай алдым өзіме. Сосын тағы не алдың? Купальник алдым. Андай русалка болып тұратын кигенде. Сен киген кезде акула болып кететін шығар ол ше? Теңізге түсіп жатқан адамдар қашып атпасын. Помогите, акула келатыр деп. Қойшы, қыртмай бар киіп көрші көрейік. Ана жаққа барып киіп қараймын онда да? Білем ғой размеріңді, примерін алдым, енді точно түсу керек қой. Алло? Достар, сіздер үшін назар аудардан жаңа контент, жаңа әдемі жобалар. Ол үшін біздің YouTube арнамызға тіркеліп, комментарий және лайк басыңыздар. Сонымен қатар, төмендегі қоңырауды, яғни колокольчикті басып қойыңыздар. Біздің келесі бағдарламалар, болмаса жаңа проекттер шыққан кезде міндетті түрде сіздерге хабарлама келетін болады. Уведомление дейді ғой. Уведомление сондай келеді. Таң-таң дейтінді басып қойыңыздар. Мама, біздің әке екеумізге арналған күшті сыйлығымыз бар. Әке келгесін айтайық, Айта бер, білем ғой мен. Сіз қайдан білесіз? Ана жүрегі сезбей ма, Саматжан? Мама, әке екеуміздің 60 жасқа толуларыңызға орай, біздер сіздерге шетелге жолдама бергіміз келіп тұр. Дубай ма? Выше бери. Ода вышне ол мүмкін ойбай, айтшы. Ниет қажылық компаниясынан умраға жолдама сатып алдық сіздерге. Не болды, мама, ондай қатты қонбай қалдыңыз ғой? Қой жоқ, просто нежданка болып қалды ғой ондай. Спатишка болып қалды ғой. Күшті ма? Мама, қазір папа естігенде күшті қуанады бар ғой. Стоп, сізбесі көрінбейді көп өтір күлгірсіген таңда. Себебін іздеп шындықты торламаңдар. Безіді өздері қырсық бос адамдар. Ми, тек басыман бар. Доңыз нәпсім ештеңеге той алмайсар. Ертең кешке ертең бісте деп алдайсал. Көздеріңе көрінбейді неткен іш. Бопты мил. Habibi! Welcome to Dubai! Habibi Islami Махачеви! Данавайти UFC ғажайыпи хақайық! Базар жоқ. Папаның сөзі байқайсыз ба? Уже бір арабшаға ұқсап тұрмасындай болып тұр. Конечно, мен арабша білемін ғой. Да? Мен дейтін 5 жасымнан бастап медреседе оққанмын. Да? 5 жасымнан кішкентайымнан зерек өстім мен. Әкем 5 жасымнан бастап медресеге беріп. Ол абай екен ғой. Бірақ енді медреседе оққанмын, рас қой енді. Медколледж ғой ол. Білмеймін ғой, екеуің де жазу түсініксіз болды ғой тұр. Қойшы. Базар жоқ. Папа, теріс қылып киініп алғансыз кәдімгі бар ғой. GTA-дай болып тұрмын ба? Код жазып қасыма қыздар толтырып алайын ба? Майша, мыңыз алып ана жаққа қарай алып кетесің ғой. Папа, мынандайды киініп алып қайда барасыз? Өтірік білмеген сияқты болып тұра берейін ба? Естігенде бірінші рет естіген сияқты шок болып қалайын ба? Сөйтіп бір шок болып қалайын деп тұрсың. Ал енді, папа, бізді бақтыңыз, қақтыңыз. Кеш, еще анау табан жараны кроссовка алып бердім саған, білесің бе? Жалғыз сенде болды ауылда. Енді соның алғысы ретінде келініңіз екеуміз ақылдастық. Зачем? Не керегі бар оның? Бізге дейтін сарағашта жарайды ғой. Ол жақта да күн ыстық қой. Демалып қойдамыз. Ол жақта күнде жылы ғой, жазда қысы күз даян. Мама кәм, әке жүрегі де бірдеңе сезіп тұрған сияқты. Сенде жүрек жоқ. Сезбейді ғой менде. Енді әке, Давай, риск айтып қалшы.
интрига создавайды тама. Айтып қол. Ойлаймын енді әр баланың арманы өзінің әке шешесін сол жаққа апару. Конечно. Енді әке, дайындалыңыз. Мен дайынмын. Енді келініңіз екеуміздің атымыздан босама. мама екеумізге умраға жолдама қабыл алыңыз бaba. Бірден бересіңдер ме? Жыланбай беріңдерші. Енді құрсын көңілі босайды ғой, енді қаншама ақша алып жатыр. Сауыш айтыр. Аман жүріңдер. Так, умра дейтін Дубайдың қай қаласы? Енді Дубайдың қай қаласы оғанда жақын Дубайға. Да? Иә? Болды ғонда. Күндіз Дубайда қанғаймыз да кешке умраға барып жата қалмаймыз да, бір душқа түсіп алып. Мама түсінбеген сияқты. Қалай түсінеміз? Географиядан екіге шыққан ғой бұл. Умра деген сол қажылық. Қолмашы, ондай нәрсемен ойнамашы. Қайдағы қажылық? Умраға бара берейікші болды. Надан, көрдің ғой не айтып отырған. Умра деген сол Мекке қаласына барамыз. Сол барып қажылық жасағанымыздың барлығы сол умра деп аталады. Ұқтың ба? Не істеп тұрсың? Қажылық болса мына шорты қалай болады екен? Шортайды ғой, шана қолындағы қалай болады екен? Қолымдағаны қойшы, русалка қалай болады екен? Әппақ киімдердің арасында русалка жалғыз өзің кәдесің бе бүйткізіп, жаңалықтардың бәрі шок болатын бар. Биыл русалка келді деп арасында сен кәдесің шашы сап-сары бүйт. Жоқ, папа, мама, ол киімге алаңдамаңыздар. Ниет қажылық компаниясы өздері киім береді сіздерге. Күшті ұзын. Өздері бере ме? Олай болса онда подружкаңды алып барып қайтшы. Сендердің маған қарағанда күнәларың көп қой. Сеніңше? Мен дейтін адам жамандамаймын ғой, сендер таңнан кешке дейін адам жамандайсыңдар ғой. Сен вообще жамандамайсың ба? Жамандасам, ішіп алып жамандаймын ғой. Ертесі күні есімді білмеймін мысалы. Ішкен адам не демейді. Сендер сап-сау отырып жамандайсыңдар ғой. Ал енді папа, мама, жолға дайындалыңыздар. Самат, сәттілік. Келінжан. Жақсы барып қайтыңыз. Саматжан. Вы нас подставили! Я еще малолетка! Қумашы, 60-қа келген жоқсың ба? Малолеткісің ес? Тастана қолындағы. Ё-моё, басым айналып кетті ғой. Айналады, конечно, ағаң шеге бергеннен кейін. Ішім өтейін деп тұр ма қорыққаннан. Қажылық дей ме? Барып қайтамыз енді. Не істеп отырсың? Тізені жабу керек дейді ғой. Саның жалтырап отыр ғой бәрібір. Атпайшы ана бірдеңе. Ал. Қашан барамыз оған? 8-ге кетеді екен біз жолға шығамыз. Сосын қашан келеді? 18-ге қайтамыз. Онда мен бара алмаймын. Неғып бара алмайсың? 19 күні құрдастың елу жасы емес пе? 18-ге келеміз ғой біз. Одан кейін ішуге болмайды ғой. Арақ ішпесең өлесің бе? Наоборот, ішкеннен өлесің. Ақыл тоқтатып, жан-жағыңа даналығыңды айтып отыратын жасқа келдің де, не қашып отырсың? Керемет емес пе қайта? Ананың ішінде папа, мама деп тұр ғой. Біздің Самат құда мен құдағайда папа, мама дейді ғой. Может, құда-құдағайға беріп жібереміз, Олар барып қайтқан жағында. Не болды? Сен неғып бүгін бәрі удачный болып кетті деп. Құрдасым. Әкем барш, құрдас қалайсыңдар? Шетел құтты болсын, жумайсыңдар ма? Қойшы. Жолаяқ. Қайда шетел, қайда жолаяқ? Умраға кетіп баратырмыз. Жақсы емес пе? Қай қала кетіп жатсыздар? Сендерге географиядан кім сабақ берген? Екеуің де білмейсіңдер ғой картаны. Глобус қарайсыңдар ма вообще? Жоқ, енді сен қайшеш, мысалы, Францияның қаласы ма, мысалы, Алжир ма? Меккеге қажылыққа кетіп баратырмыз умраға. Қажылыққа кетіп баратырсың ба? Өте дұрыс. Қажылыққа барсаң, тілеген дұға тілектерің 1000 еселенеді дейді. Осы сендер дұрыс әңгімені неге ішкен кезде айтасыңдар осы? Ашылады ғой. Ақтарылады, төгесің. Ішіңде сыр қалмайды да. Құрдас, мен сенің орнында болсам ұшып кетер едім. Екеуің барып қайтасыңдар ма? Не айтып тұрсың? Есің дұрыс па? Сосын келгеннен кейін мені үзейсіңдер ғой. Құрдас, мен семейный проблемаларын араластырмаңдар. Мен дәл қазір жүріп кетейін деп жатқан жоқпын. Мен жүрмін. Өзің түзелмейсің бе? Сонда сен түзелмейсің бе? Дәл қазір түзелуге дайын емеспін деймін. Кәм, қазірге. Досым, сен барып дұға қылсаң, екеуміз бірдей түзеліп кетпейміз бе? Барып кел. Екеуміз бір-бірімізге через не хочу жақсылық тілеп тұрған жоқпыз ба? Келсем, құрдас, келсем. Чуть-чуть бар. Азыр.
бұл жерде сіздің жанамаңыз тұруы мүмкін. Бірақ оны Каусар компаниясы алып қойды. Қысқасы біз Каусардың базасындамыз. Каусар ол сусындар дистрибьюторы. Нарықта 10 жылдан аса. Бұл жерден барлық сусындарды таба аласыз. Ең бастысы тиімді баға және алкогольсіз сусындар. Досым? Соның ішінде маған ең ұнайтыны Каусар балғамызы. Маған осы ұнайды негізі. Бұл тәтті варианты. Мынау орташасы. Мынау крепкелау енді. Ал енді басты мәлімет, назар аударыңыздар, Каусар қымызын Каусар компаниясы Қазақстан бойынша таратып сатумен айналысатын серіктес дейді, яғни дистрибьютор. Немесе әр қаладан мен айналсам дейтіндерге де есік ашық. Байланыс үшін осы телефон нөмірлерге хабарласа аласыздар. Ал мынау Каусар қымызын сақтайтын морозильник. Мына іші сап-сапын екен, Қымыз сақтайтын морозильник осы, бұл жердегі температура барлығы талапқа сай, стандарттар орындалған. Досым, мына жерден тез шықпасақ, біздер де талапқа сай болып қалатын сияқтымыз. Шығайықшы, кеттік. Каусар қымызы Орал қаласына уже танымал, өз бағасын алып үлгерген, өйткені Каусар дистрибьюторлық сусындар компаниясы Орал қаласында орналасқан. Ендіге кезек барлық Қазақстан бойынша. Ай Алла. Ассалаумағалейкум ата. Қазір күн кісі сәлем алмайды. Не болды? Түс көрдім. Иә? Әппақ болып киініп жүрегім. Аталарымның арасында жүрмін. Қайда, ата сен өзің атасың ғой? Братандармен жүрмін десеш? Тыңдасайшы. Бала, өзге бір танымайтын жақта жүрмін ба? Қойшы, ыстық жақ па? Иә, ыстық. Мана атам келді, қолын созып, қолыңды бер деді. Бала, қолымды бердім, қолымды ұстап тұрып, сигаретін басып алды қолыма. Шошып оянып кетіп едім, қолым отопленияның үстіне қалып қойған екен. Ай Алла. Нағыл деген екен. Отоплениядан алыс жат деген. Нағыл деген дейді ғой. Мана бәріміз қол ұстасып бір жерде айналып жүр екенбіз. Қойшы. Как раз болды ғонда умраға баратын адам табылды ғой. Саматжан, аталарың түс көрген екен ғой. Загранпаспортты аталарыңа істетейік та, аталарың жіберіп алайық бірінші. Как раз әрбір баланың арман емес әкесі Меккеге жіберу. Не істеп кеттіңіз, әке? Әке, заман айнып, заңдылықтар бұзылған кезеңде жұмыртқаның тауыққа келіп ақыл айтатындай, баласы әкесіне келіп ақыл айтқандай болмайын. Сіздің бойыңызда өзіңіз ұялатын кейбір қылықтар, ол тек сіздің кінәңіз емес. Ол сол бір заманның, сол бір дәуірдің санаға сіңген идеологияның жемісі. Сол совет үкіметінен қалғандарға әлі соны айтатып жүргендер тоқтатылмайды. Ауру батпаңдап кірсе, мысқылдап шығады дейді. Сондықтан емі жоқ нәрсе емес ол. Алла тағала айтады, жан алқымға келгенше сендердің тәубелеріңді қабыл етемін дейді. Сізде үлкен мүмкіндік, әке. Осы умра қажылығының сізге берілуінің өзі Алланың сізді шақыртуы. Сондықтан үлкен шақыртудан бас тартпай қабыл алыңыз, әке. Дұрыс, құрдас, шақырған жерден қалма дейді. Айтуы да дұрыс қой енді. Я Саматтың айтып отқан жағына шығайық. Я сен жағыңа шығайық та бәріміз ішіп қуып жүрейік онда сол жақсы болса. Қойшы болды. Жоқ, енді Саматжан жақсы ғой енді айтуың. Райында анау атаңда барғысы келіп отыр. Атаға да баруға бола ма? Жоқ, болады ғой, бірақ мен сізге айтып тұрмын ба, әке? Жоқ, мен барамын ғой. Барасыз ба? Барамыз бұйырса. Болды, сіз баратын болсаңыз, любойын алып кете аламыз, әке. Алып кетуге бола ма? Болды, сіз барам десеңіз болды. Болды. Умраға барасың ба? Умраға барасың ба? Барам. Как раз 5 жыл бойы жинап қойған пенсиям бар еді. Пожалуйста. Барам. Қанша жинадың? 3500 теңгем бар. Немене өле, сдачадан жинағансың ба? Ладно, қалтаңда тұра берсін ертең, тақия ма, естелікке бірдеңе аларсың. Иә. Әмі жақсылық қылсаң бүтін қылайды, Саматжан. Сен бар, мен бар, бірдеңе қылып атаңды алып кетейік. Ешқандай проблема жоқ, әке. Үйдегі 2 сиыр сатайық, как раз шығады ақшасы. Олай да болады ғой. Жетеді, Құрдас, сауап сиырға жазылып кетпей ма? Қумай отыр. Осындай жерлерде мұқият болу керек. Мен айтайын, 2 сиырды бірден сатпа, Құрдас. Бір сиыр сат, үлкен кісіге билет ал, туда обратно алмай тұра тұр. Кім біледі, күн ыссы, бас айналып қоқып қала ма, амазин келе ме, келмей ме, білмейсің ғой енді. Құдай сақтасын. Оған айту, осы жас бала мысалға да, үйде ірі қара болған жақсы.
Bir qara жас. Оңбаған. Айтып тұрғандың қарашеш. Аузың жаман екен. Ата, прикол. Әзілің жарасса, атаңмен ойна демей ма? Ойдасаң, өз атаңмен ойна дейтін бар. Мен сенің атаң емеспін дейтін бар. Менің атам келмеске кеткен. Атам-ай. Тағы баста. Әй, ойнап айтам. Прикол. Су іштегімнен соғасын ба? Әй, мен ашып кетті. Шай қойыңдаршы, жүр. Шай қойыңдаршы.